Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде обзорда JRL алдында видео түсіріп кеткен. Енді минустарын, плюстарын айтатын кез келген сияқты. Біраз машинкамен жұмыс істеп көрдім. Бэбилгес, Остер, өзіміздің Мозерлар баяғы. Бірақ JRL Onyx бір айдай болды. Өзім бірінші рет алып көрдім, 2 оборотпен. Дауысы өте тыныш деп айтуға болады. Не айтсам болады достар, JRL өте ұнады маған, қатты қолға удобно. Енді әр мастерге әртүрлі машинка ұнайтын шығар, білмеймін, бірақ маған JRL қатты ұнады. Несі, қалай айтсам, салмағы, 2 оборот, массаны өте жақсы алады екен, қатты ұнады. Мысалы, екінші машинка ретінде Кройнерді қолданам. Енді бұл бағасына сәйкес па, білмеймін, қазір бір 18 мың, 25 мың аралығында әр жерде әрқалай тұратын шығар. Салмағы JRL-ге қарағанда ауырлау. Массаны, білмеймін кімде қалай, массаны полоска қалдырады екен. Ол әшейін шетін насадкамен көтеріп, тарақпен алғанға болады деп айта аламын. Өз басым. Басқа шашалатын жігіттер, қыздар болса, білмеймін кімдері не ойлайды бұл машинка жайлы. JRL-ге қарағанда дауысы қатты шығады. Бірақ маған сол ұнамаған жері сол полоска қалдырады екен масса алғанда. Мына өзімнің баяғы Мозер, Промозер. Бұл да массаға қатты қолданбаймын бұны. Анда-мында болмаса. Бұл жайлы ештеңке айта алмаймын. Машинка енді арзан ба, білмеймін. Бұл да әшейін массаға емес, әшейін тарақпен бірге қолданғанға болады. Жақсы машинканың бірі. Негізі осы JRL айтайын дегенім осы JRL. Мынау ручка дейма не дейді, бәрі әдемі. Қолданыста өте ыңғайлы, қолға ыңғайлы, ауырлығы. Бұл JRL Onyx. Енді JRL Fresh Fade 2020 деген JRL-дер бар. Олар да тура осындай деп ойлаймын. Басқа триммері де жаман емес. Енді басқа Мозердің триммерлермен қолданатын, бірақ әлдеқайда қолға өте ыңғайлы екен. Соны айтқым келді. Қолға өте ыңғайлы. Басқа минус деп айтатын, минус жоқ. Минус деп айтуға болады, болмайды. Зарядка примерно 4 сағаттан аса 5 сағаттың ортасында болады. Жұмыс істеу уақыты да 4 сағат, 5 сағат. Маған қатты ұнады JRL, красавчик. Кройнер салмағы неудобно ұнамаған, ауырлау ұнамаған. Сосын жаңа полоска, масса алған кезде полоска қалдырады. Көп жүру керексің, бір жердің өзін 2-3 қайтарып жүресің. Осы достар, егер білетін адамдар болса, может машинканың өзінен ба, бұл может настройкасы дұрыс емес па, білетін жігіттер болса, жазып кетіңіздер, өтініш. Солай.